Құрметті әріптестер, отандастар, серіктестер және достар. 17 қараша әлем бойынша ерекше күн. Жатыр мойны обырын алдын алу мақсатында Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стратегиялық жұмысының басталғанына 5 жыл толды. Бұл жай ғана ақпараттық шара емес, бұл жатыр мойны обырын алдын алу мақсатындағы ғаламдық бастама. Мақсаты жатыр мойны обырын түбегейлі жою болып табылады. Жоспар айқын әрі нақты. 90-70-90. Яғни 90% жағдайда қыз балаларды адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялау. 70% жағдайда әйелдерді скринингтен өткізу. 90% науқас дер кезінде және сапалы ем алады. Қазақстан осы бағдарламаның белсенді қатысушысы. Елімізде жатыр мойны обырын алдын алу мақсатында скринингтік бағдарламалар бар. 2023 жылдан бастап қыз балаларды адам папиллома вирусына екпе жасау қайта енгізілді. Бұл болашақ аналардың денсаулығына деген үлкен қадам. Алайда бұл мәселе әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Онкологиялық тіркелімдердің дерегі бойынша жыл сайын елімізде жатыр мойны қатерлі ісігінің 1800-ден астам жаңа жағдайы тіркеледі. Және 600-ге жуық әйел осы дерттің салдарынан көз жұмады. Бұл алдын алуға болатын өмірлер. Бұл алдын алуға болатын қасірет. Бұл жолда біз енді бірлесіп қызмет атқаруымыз қажет. Вакцинацияның қолжетімділігін арттыру, әр өңірде скринингтік бағдарламаның сапасын арттыру және де емнің қолжетімділігін арттыру. Ең бастысы қорқыныш пен жалған түсініктерді жою. Жатыр мойны қатерлі ісігі ол алдын алуға болатын ауру. Ол болашақтың емес, өткеннің дертіне айналуы тиіс. Бүгін біз өткенге есеп беріп қана қоймаймыз, өз міндетімізді қайта дәлелдейміз. Әрбір қыз бала дені сау болып өсуі тиіс. Әрбір әйел өмірден қорықпай, ертеңіне сеніммен қарасын.